Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ерекше бір жұмысыммен бөліскім келіп отыр. Күйеуімнің ескі, киюге жарамсыз болып қалған джинсы шалбарынан қызым үшін осындай әдемі әрі сүйкімді сарафан тігіп көрдім. Өзім кәсіби тігінші болмасам да, соңғы кездері тігінге қызығушылығым артып жүр. Ескі киімдерді тастауға қимай, оларды қайта өңдеуді әдетке айналдырып келемін. Бұл жолы барлығы сәтті шықты деп ойлаймын. Соны сіздермен бөліскім келеді. Егер сізде де осындай ескі джинсы болса, тастамаңыз. Мүмкін сіз де кішкентай қызыңызға осындай әдемі сарафан тігіп көрерсіз. Сарафанды тігуді бастамас бұрын алдымен киімнің дизайнын сызып алдым. 1 жастағы қызыма бұл сарафанды тігу үшін ютубтан көптеген видео мастер-класстарды қарап шықтым, және өзім сызып алған суреттегі дизайнды шығару үшін тіпті өлшемедім десе де болады. Қызымның басқа сарафандарын алып, образец ретінде джинсыйдың пішетін жерлерін сызып алдым. Әрине шеттерін 3-4 сантиметрдей артығымен сыздым, себебі тігу барысында сызған өлшемі сәл кішірейеді. Бұл ескі джинсыйды менің жолдасым кезінде Зарадан сатып алған еді. Байқап тұрған шығарсыздар, джинсыйдың ауы жыртылып, артында сағы жабысып, киюге жарамсыз болып қалған. Шыны керек, өте сапалы әрі түсі де әдемі джинсы болған соң тастауға қимадым. Неге қайта өңдеп көрмеске деп ойлап, бір жағынан кішкентай қызыма осындай джинсовый сарафан алғым келіп жүрген еді. Солай ерінбей сол сарафанды қызыма өз қолыммен тіккім келді. Және бұл қолымнан келгеніне, ойымдағыдай шыққанына әлі де қуанып жүрмін. Образец ретінде сызып алған жерін қиып алдым, және шеңбер көлемі бойынша алды артынан кішірек. Киімнің дизайны бойынша сарафанның алды жоғары, арты төмен тұрады. Бұл көптеген джинсовый комбинезондарда, сарафандарда болатын дизайн. Барлығы видеода көрсетіліп тұр. Артқы бөлігінің қол тұстарын кесу үшін өлшеп жатырмын. Үстін және қолтық астын 10 сантиметр қылып өлшеп, овал сызып алдым. Яғни киімде қолдың тұратын жері. Енді алдыңғы бөлігінің қол жағын өлшеп жатырмын. Ол бізде үсті 5 сантиметр болады. Қолтық астын 16 сантиметр қылып, овал сызып, сызық бойынша видеода көрсетілгендей кестім. Жаңа айтып кеткенімдей, модасы бойынша артқы бөлігі алдынан төмен тұрады. Мұнда енді артқы бөлігінің артық етегін кесіп тастап жатырмын. Енді алдыңғы бөлікте ортасында тұратын қалтаны джинсы шалбардың артында тұратын қалтадан жасаймын. Байқасаңыздар, бір қалтасына сағыз жабысып қалған, ал екінші қалтасы сол күйі жаңа қалпында тұр екен. Бұны да пайдаланып алғым келді. Себебі қызыма ойыншықтарын немесе шашқа тағатын заколка, резинкаларын салып қоюға қалта керек болады. Иығының дизайны ремешок сияқты болады. Мына жерде иығына 2 бауын пішіп алып жатырмын. Ремешоктың ұзындығы 30 сантиметр, ені 10 сантиметрдей болады. Оны бәрібір іш жағынан тігетін боламыз.
Машинкамен тікпес бұрын тігетін жерлерді өлшеп, жылжып кетпес үшін ине қыстырып жатырмын. Мен үшін ең жауапты сәт машинкамен тігу, ол мен үшін қиын. Өзім тігінші болмаған соң, осы уақытқа дейін көп қателіктер жіберіп келемін. Араларыңызда тігіншілер болса, маған сіздердің кеңестеріңіз керек. Машинкамен қалай түзу тігуге болады? Менің тігістерім үнемі қисық шығады, сосын машинканың тілінде дұрыс түсінбеймін ба? Тіпті осы сарафанды тігу барысында 2 ине сындырып алдым. Жалпы джинсы мата қатты болғандықтан көлемі үлкен ине керек екен, ал менде өлшемі 80 болатын ине ғана бар екен машинкада. Тек сонымен тіктім. Енді келесіде қалыңдау ине алып қою керегін түсіндім. Ең бірінші сарафанның алдынан бастадым. Көріп тұрғандарыңыздай қалтасын тігіп қойдым. Енді шеттерін оверлокпен тігемін. Барлық шеттерін тігу керек, матаның жіптері шығып кетпес үшін. Екі жақ бөлігінің де шеттерін оверлокпен тігіп тастадым және иығына ілетін бір бауын тіктім. Екіншісін қазір тігетін боламын, сіздерге көрсетемін. Ал мұнда сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Сарафанымыз шамамен осындай болады. Жан-жағына ине қыстырып қойдым. Енді алдымен қолының тұратын жерін бір қайырып тігемін. Сосын етегін де тура солай тігіп, екі жағын біріктіріп тігемін. Бірақ ең алдымен екінші бауын тігіп тастаймын. Бауын видеода көрсетілгендей терісінен бір қайырып, екі шетін енін біріктіріп тігемін. Кейін кері оң жағына айналдырып, 4 шетінен де бір тігіп шығамын. Сонымен бауы дайын болады. Енді екі жағының да қолдарын, етектерін тігіп шығамын. Қолдарын, етегін тігіп болған соң, екі бауын артына тігуге кірістім. Екеуін біріктіріп, қоянның құлағы тәріздес екі жаққа қарай тігемін.
Байқап тұрғандарыңыздай екі шетінде біріктіріп тігіп алдым. Артық бұрыштарын, жіптерін кесіп алып тастадым. Барлығын бір үтіктеп алдым. Біздің сарафанымыз жартылай дайын, енді алдына түймесін қыстырып, бауын тесеміз. Түймелерін тігіп болдым. Енді алдындағы қалтасына сәнді болу үшін екі бұрышын сәл кесіп, джинсы модасын шығарғым келді. Мұнда соны канцелярский пышақпен шығарып жатырмын. Енді екі бауының түйме шығатын жерін тесемін. Мен үшін ең жауапты сәт. Бұл да мен үшін қиын. Айтпақшы, түйме қыстыратын жерлерін теспес бұрын машинкамен зигзаг арқылы тігіп алайын ба деп едім, бірақ тіге алмадым. Тағы да айта кетейін, мен тігінші емеспін, сондықтан алдымен қолмен тігіп алып, артынша тестім. Екі түймесінде қадап, екі бауын да сәтті тесіп шыққан соң, ең соңында дайын сарафанды тағы бір үтіктеп алдым. Кейін қызыма кигізіп көріп едім, әдемі болып тұр екен. Тек сәл үлкендеу сияқты, бірақ дәл қазіргі сәтіне тура келетін сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дәл осындай сарафанды осындай түсте қызыма келетінін ешқандай бутиктен көрген жоқпын. Өзім көптен бері тура осындай алғым келіп жүрген еді. Қызымды далаға серуендеуге шығатын кезде кигізуге әдемі келетін сияқты. Кейін балабақшаға барып жатса да осындай сарафандар қыз балаға садикке киюге өте ыңғайлы. Алдындағы қалтасы, ремешогы барлығы өзіме қатты ұнады. Басқалар қалай ойлайтынын білмеймін, өз басым осы уақытқа дейін тігін саласындағы ең сәтті жұмысым болды. Осыған уақытымды бөліп, қызым үшін еңбектеніп жасаған жұмысым өзіме қатты ұнады. Тігу барысында көптеген қателіктер болды әрине, оны тігіншілер бірден байқаған шығар. Бірақ шын жүрегіммен жақсы көріп жасаған жұмыс қашан да бағалы, және менің қызыма да қатты ұнады. Осы сарафанды кигізе қойып едім, үйдің ішін айнала жүгіріп, қуанып, рахметін эмоция арқылы білдірді. Менің жасаған жұмысымды сіз де жасай аласыз. Мен де кәсіби тігінші емеспін, тіпті өлшеп басты ауыртқанда жоқпын. Бұл сарафанды кез келген адам жасай алатынын дәлелдедім. Егер сіз де ескі джинсыйды қайда тастарыңызды білмей жүрсеңіз, бұл сізге лайфхак болсын. Бүгінгі видео сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта осыған ұқсас қызықты видеолардан құр қалмас үшін арнама жазылып, қоңырауша басып қойыңыз. Және осы видеома лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Бүгінгі видеода сіздермен болған Каусар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.